Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге ең оңай жасалынатын салаттың рецептісін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қажетті құрамдар: 3 дана жұмыртқа, 3 дана қияр, 1 банка жүгері, майонез және горчица дәміне қарай, 1 банка консерві, тұз, бұрыш дәміне қарай. Ең алдыменен қиярымызды бөліп аламыз да 4 бұрыштап кесіп аламыз. Содан кейін жұмыртқамызды да 4 бұрыштап кесіп аламыз. Және де үлкен балақтарымызды 4-ке бөліп аламыз. Енді ыдысымызға қиярымызды саламыз. Содан кейін жүгерімізді саламыз. Балығымызды салып аламыз. Және де жұмыртқамызды саламыз. Енді дәміне қарай горчица қосамыз. Тұз, бұрыш, майонез. Енді араластырып аламыз. Содан кейін қасықтап салатницамызға салып аламыз. Әсемдік үшін укроп қолдандым. Укроппенен әсемдесеңіздер де болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.